Assalamu alaikum aziz dostlar. ATV телеканалы Қарақалпақша стендап. Қош келдіңіз. Біз өзгеше халықпызда бір басқаша, мысалы, көбінесе біздің Қарекеңден мынандай пайдаланады да, 5 лампочка люстраны құрдырады да, соның екеуіне лампочка сап қоямыз да. Не деген эконом ба деймін да, мен айтамын да. Кейде керек болып қалады дегеннен үйге бір таза бір компьютер ма бір зат алсаң бар ғой, соның коробкасы шкаптың төбесінде тұрады ғой, шаң басып, иә. Тастамаймыз да, соның бар ғой. Не деген пайдаланамыз? Түнде ұйықтайтын уақытта жаңағы светті өшіріп телефонның жақтысымен барып қаламыз, сондай баратын жерге дейін, иә. Өзім қырсық болады, телефонның жақтысында экранның заставкасы бар ғой, деп ярым жолға келгенде өшіп қалып қайттан басасаң да, а бірақ ұйықтайтын кезде бір көзіңді алып өше қоймайды ғой, өзіне өзі бар ғой. Бір қырсықта өзі бар ғой. Сондай қалыпсыз, мына пластик карточканың паролін бізде золотой номер қойамыз ғой, 77 деген. Себебі телефонда ондай номер алу ләжі жоқ та, бірақ не? Ну, хотя бы. Мына дүканшы қыз пароль деген 77 деп. Не деген таң қалады деп ойлайсыз ба? Сондай. Ямаса аталардың пенсиясының пластик карточканың паролі 1. Пароль неше десе? 1 шырағым деп атады ғой. 1 да. Не деген? Еще секретный пароль ол да. Ешкім білмейді ғой, 1 деген. Сөйтіп мынандай болады ғой, бір көшеде жоралармен кетіп баратсаң, аяғында кроссовка, мынандай тротуар теп-тегіс, кетіп баратсаң, бір аяғыңа бір тас іліп кетеді да, андай бір теп кетеді, тас домалап кетеді да, сөйтіп. Сен сөйлесіп жатсаң, сен тасты теуіп жүресің да, болады. Сөйтіп кетқан бір сәл өзінше дейіп теуіп қоясың, дейіп не. Сөйтіп өзіңді бір Криштиану Роналду сезіп кеткен уақыттан не то тиіп кетеді да, сөйтіп тас теп-теп жұмалап түсіп кетеді ғой, кейін деп қоясың. Ана алып қайттан дауам етейін деп тұрасың, бірақ ана артта кетіп қалардан ұят қой енді. Себебі біз ұятты білетін халықпыз. Біз сондай ұятты білеміз да, біз баламыз оқуға бара жақ мектепке, папка той ұятты деп береміз. Біздер бір ақша ауысып отқаннан бір қуанышымызды бөлсе қояқ ағайлармен деп бермейміз. Қой ұятты енді әмме папка той беріп жатыр ғой, құрдастарың бәрі папка той берген ғой. Ұятты деп папка той береміз. Сөйтіп ұятты деп шақырамыз ғой, бәрін бар ғой, астырып қойып. Жаңағы мұрындық атаң армейскийне не бар деймен да, ол сенің тойыңда да. Дайыңның құда-құдағайың шақырып не қыласың? Ұят қойын, шақырмасаң ертең көшеде көріп қалады ғой енді. Сол үшін ұятты деп бәрін айтамыз, оларам айтын алады екен дейді да, бірақ енді айтқаннан кейін енді ұят қой енді кемесе енді. Сөйтіп қой енді ұятты деп келеді, сөйтіп ұятты деп намалады, ұят болмаса оның намалады ғой, мысалы. Мұрындық атасының армейскийлерінің атынан деген оны ешкім тойханаң ес, молодец, мұрындық атаның демейді ғой, бірақ просто ұятты деп намалады, сөйтіп ұятты деп қой, ұятты ойнайық бір-екі музыка. Кейін қонақ жайда отырсаң, қой ұятты шүкіттегі әмекесін жемей отыр, ұятты деп, иә. Сөйтіп мынандай бола ма, тойханада деп отырған уақыттарында 3 жерде самса бар, әрқайсында 3 самсадан 9 самса, расчет алып тастайсаң да 9 самса 9 белечи, аз біздер 10 адам отырмыз, значит бір адамға жетпей қалады. Ертелеу келіп, расчетлап жетсең ғой, біреудің пайын жеп қоймайын деп, не? Ұят қой енді, біреудің пайын жеуге, ұят, растанам. Құласы енді айта берсеңіз ұятты, шапалақ ұрып отырың, ұятты. Давам етеміз. Ендігі қатынасушымыз Мангуберді Көнебаев. Бір шапалақ қошеметтермен. Мангуберді. Ассалаумағалейкум, стендапқа қош келіпсіздер. Шапалақ жіберсек. Араңызда мектепте оқығандар бар ма? Әммеңіз оқыған екенсіз ғой. Бүгін сіздерге мектеп туралы айта жақпан. Мектепте оқушылар екіге бөлінеді. Қызлар әм балалар. Балалар екіге бөлінеді. Мектепте оқитын балалар, коридорда оқитын балалар. Қызлар екіге бөлінеді. 3-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді. Қызлар не бөлек-бөлек жүресіздер? Ұлыма бір көп үлкен күрікті көрмедім да, қызларын асып кетсе максимальный 3 қыз болады. 4-еу болса қырылып қалады олар.
үшеу болады. Балалар бірақ ондай емес. Балалар молодец, ауызбіршілікте. Тек бір бала болады, атаман әмме соның ізіне еріп жүреді. Біздерде де сондай еді. Біздердің балалар ешкім айыра алмайтын еді. Тек математика мұғалімге байыратын еді. Бірінші вариант, екінші вариант қылып. Ода да бәрі қайсы бала математиканы білетін болса, соңғы вариантына өтіп алатын екен әмме. Сөйт, ажағаламыздан қалған бір ұлы гап бар. Мен негізі 7-ші классқа дейін жақсы оқыдым деген еді. Мен мысалы 7-ші классқа дейін жақсы оқыдым. Кейін 2 общий тетрадь қойынға салып баратын болдық мектепке. Бір күн мұғалімдер мамама айтып жіберіпті, балаң оқымай кетті, сабағы төменлеп кетті. Сөйтіп кеште папаммен сөйлестік. Сөйтіп сабақ даярланып, ертең бір жақсылап шығайыншы деп баратын болдым. Ана тіл сабағы екен, ертең бірінші сабақ. Сөйтіп бардым ертесіне, сөйтіп барып енді шығайын деп отырсам, жаңа мұғалім диктант алады осы күн. Шыға алмай қаласам ғой сабаққа. Ярым сағат диктант жазып, сөйтіп ар жағында бір 15 минут қалды. Ай, енді шығайын ау деп тұрсам, жаңа психолог келеді ғой. Тест алып кетеді ғой жаңа. Психолог білесіз бе? Глейң сондай кездерде келді. Қызық сабақ болып жатса, физкультураға кетейін деп жатсаң келеді ғой, қойып тұрыңа тест алып кетейік деп. Сондай болады. Сөйтіп құласып бірінші сабаққа шыға алмадым. Екінші сабақ құқықтану деген сабақ болды. Андай мұғалімдер болады ғой, қатты қол ме? Сабағында тым тұрыс отырсаң ғой жаңа. Уақыттан өтпей кетеді ғана. Сағатқа қарайсаң 9-дан 10 минут өтеді. Ярым сағат деген қарасаң 9-дан 15 минут өткен болады ғой. Сағаттың тілі майланбай қалады да осы сабақта. Сондай сабақта андай ойлар ойлап отырасың ғана. Запқоз келіп 4 парта тасисың, бала беріп тұрса кейін деп айтса. Директор шақырып қалса екен мұғалімді деп не. Сондайды ойлап отырасың ғой. Кейін андай мұғалімдер болады, сабақтың уақытында өзінің өмірі туралы айтып кетеді ғой жаңа. Пақтаға барғанlar жаңа оқуда жүріп, оң өтетін жаһан тарих, бірақ өзінің тарихын айтып беріп отырады да жаңа. О, бізге не қызығы бар деймен да, оң я ертең тестте түспесе, сен тестте түсіп тұрса, сен тарих мұғалімің 2-ші курста пақтада қай жерде болды деп. А шоманай, Б шымбай түспейді ғой. Не керегі бар деймін да. Сөйтіп біздер кейінгі сабақ английский болатын еді енді. Английский сабақ басқаша ғой енді. Мен негіз стендапқа қызығушылығымды оятқан мектептегі английский мұғалім. Себебі мен әр сабағында Мангберт стендап деп тұрғызып қоятын еді орнынан. 45 минут тұратын ем жаңа жерде. Сөйтіп тұрсамам құр тұрмаймын жаңағы бір затлар айтып деп қимылдап класс күлдіріп отыратын ем ғой мен. Содан кейін стендапқа қызығушылық оянған. Сол английский мұғалім баста өкпелеп жүретінім бір өзім тұрғыза береді деп. Қазір рахмет осындай неге үшін сәнке айтамыз енді английский мұғалімге. Сөйтіп нөкістің центрына орайлық базар болса, біздердің класстың центрі артқы 2 парта еді ғой. Звонок болғаннан әммесі үйерге жиналады ғой. Үйерде ең қатты 2 жора бала отырады. Оларға сабақ қызық емес. Оларға қайсы мұғалім кіммен сөйлескен, практикант мұғалімдердің номері бар ма екен. Сондай қызық әмме класс жинап сөйтіп айтып отырады. Сөйтіп олардың сөздеріне де жаңа қосылады да бір зат істейік десе әмме ереді ғой. Себебі жақсы төбелесетін болады да жаңа екеуі. Сөйтіп білесіз ба, жақсы төбелесетін балалар футболдан жақсы ойнайтын болады, О, қалай ол? Мен ойлаймын да енді жаңа допта алып кеткен кезінде алдынан қорыққаннан деп қашып сөйтіп жақсы ойнайтын шығар деп. Әр 5-ші күн бірінші сабақ мектепте қандай сабақ? Дұрыс, күнделік толтыру деген сабақ. Әммеміз сол күн күнделіктеріміз толтырамыз өздеріміз. Болмаса мұғалім толтырып береді, балаң оқымай кетті, сабақ төмелеп кетті деп астына толтырып жазып береді. Сөйтіп күнделік толтырып атқан кезде физкультура деген жерге футбол ойнау деп жаза беретін беніз балалар сіздер. Сызу дегенге еркін тема деп қоятын екен. Бізден класс сызу деген сабақ қатты жақсы көретін жағы. Қоянның суретін сызып кете беретін қой бізде сол сабақта. Сөйтіп сабақта 2 алып қоясаң ғой,
екі алған кезде жаңағы күнделігіңді апармай қаласың ғой мұғалімге. Мангуберт күнделігіңді әкел дейді, мұғалім қап қойыпты деп. Бар бірақ не, сөйтіп андай бір қыз шығады ғой, мұғалім бар еді, анау бағана бірінші сабақта қойдырды деп. Оғызам 7-ші классқа дейін, одан кейін саған қосылатын болады, себебі өзім бастайды екі алуды. Сөйт, сіздердің уақытыңызда болды ма білмедім, біздердің уақытта енді мынандай зат болды. Сомса әпермейсің ба, кола ішпедік ба деген сөзде болатын еді біздер. Сөйт, бір бала келіп айтып жатыр, кола ішпейміз ба деп. Ішсең іше берші, менен сұрап ішесің ба деді. Сөйт, таяқ жегеннен кейін білдім, ме әпереді екенбіз ғой біздер үлкен класстарға. Сөйт, оны еңіна ашуыңды келтіретін жер жаңағы сол үлкен класстың ең сүмелек баласы келіп тұрып айтып тұрады ғой саған. Жаңағы бір ұрсаң құлап қалатын еді жаңағы бала. Сыйлайсаң да просто. Сыйламай не қыласаң 10 бала тұрады артында. Сөйт. Рахмет. Мектептен женсовет деген болатын еді. Қызлардың әммесін залға жинап, әмме кетеді құр балалар отырып қаламыз. Мұғалімдер жиналыс өтетін еді. Енді олар балаларда да болатын еді. Оны мұшсовет дейтін еді. Бірақ ол залларда емес, ол спорт залларының артында өтетін еді біздер оны. Жаңағы балалардың ауызбірлікте сонша елді мұғалімдер сені үлкен классқа тапсырады ғой өтуіне. Сіздер өте берің де физкультура мұғалімдер. Сөйтіп әмме қызық көшеден өтіп баратқаларым қызық келіп жаңа топырлап сөйтіп өтетін еді. Ақыр бәрібір сол кола ішпедік пе мен таусылатын еді ғой солған сөздер. Сөйтіп мектептегі мұғалімдер көп айтатын еді, ертең жақсылап оқың, ертең бітіріп кетсеңіз мектепті сағынасыз деп. Біз яғы мұғалім несін сағынамыз, зорға келіп жүріп деп айтатын еді, бірақ расымен сағынады екенсің. Сағынбай не қыласың, бесплатный ауқат беріп жатыр, газон сап беріп жатыр, Wi-Fi бар, біздер кезде ондай зат жоқ еді. Расымен бар заттың барында қадіріне жетіп жүр. Рахмет. Мангуберді Көнебаев бір шапалақ қошеметтер қойсаңыз болады. АТВ телеканалында Қарақалпақша стендап, егер қатынасуды қалаушылар болса, бізге хабарлассаңыз болады. Керек болса өзі тауып алады дейміз ғой енді. Хабарлассаңыз болады АТВ телеканал арқылы. Қалеген адамдар үшін микрофонымыз еркін, ашық микрофон келіп қатынасса болады. Енді біздің жаңа Мангубердің айтқан темасында мектеп деп жатыр. Бізде даже мектеп оқушысы сол сахнаға шығуға хақысы бар. Яғни оның живой дәлелі Қожелі районынан 11-ші класс Азамат Ережепов. Мархамат. Әй, сенің миыңда үйдің іші деген зат бар ма өзі? Үйдің іші? Ол не дегені? Мына үйге адам шақыруға ұяласаң. Мебелердің сықылымын ал. Мебелді айтып жатыр екен ғой. 21-ші ғасыр. Мен бейшара кірді ләгенге жуаман. Люстраны айтпай-ақ қояйын. Пелесі сақында аузымды да ашпайман. Ана телевизор деген тойымыздың уақытында телевизор. Миым айланып кетті ғой. Телевизор көреді. Телефон деген батареясы ісіп. Ай, басым. Жерде қалған жоқ. Тоқта. Бұның бәрін бір жерден алуға болады ғой. Таптым. Мебел орайы. Ұрыспай тұр, еш сат жоқ деп кеуіңе, ерінбесен мебел орайына келуге. Нақпыл жоқ деп хасла қиналып жүрме, вариант көп, хәтте бөліп беруге. Ай, рахмет айсаған. Неге рахмет? Мені тыңлағаның үшін. Ішімдегілерді айтып жарылып, әз еттім ғой. Не ғой? Шәшпесең бе? Ассалаумағалейкум баршаға. Стендапқа қош келіпсіздер. Қалай жақсы өтіп отыр ма? Негізі мына стендапқа өмірдегі болып жатқан қызық оқиғалар болады ғой, сондай айтылады. Мен ойлап қарасам, қызық оқиғаның бәрі үйде болады екен. Үйде болғанда, мысалы, мамаңның бір қырсықланып па, бір жекеніп сөйлейтін оқиғалар болады. Мысалы, кесап қайт дейді. Ау, неше кесат десең? 20 деп ме андай.
Кенен бір ма біздің ана не қақты десең, біздің қалтамнан ма берейін бе деп не? Сөйт, сілерде болған ба, мысалы, мама біздің заречный қақты десең, бар ана тартпаны көр дейді. Сөйт, барасаң, сен сол жерден тауып алмайсың, бірақ мамаң келіп, именно сол жерден тауып береді ғой. Білмеймін, ол мама Шерлок Холмс, ана Шекспирден өтірген бір детективте болам. Кенен кім маманы түнде оятып көрген? Бүйтіп барасаң, жатқан болады. Мама десең, әстен айтасың, мама десең, естіпей қалады. Сөйтіп екінші мәрте мама десең, үшіншісіне сәл қатылау, мама деп нүе дейді ғой анау. Айтатын затыңды ұмытып қалып, есат деп кетіп қаласаң әйтеуір. Кенен енді балаларда болған шығар деймін, үйдің жұмысын істеп, умаликнасын төгіп барып, маманың қасына отырып, аяқларын оғалап, әстен не ғой мама деп, ертең класстың баласын туған күні бар еді деп, әстен ақша сұрауға не? Сол, енді пападан сұра алмайсың ғой оны. Папаға айту үшін мама арқылы жеткізетін ек қой. Мамаға айтасаң, мамаңа айтады, оны сыр жасырады ғой. Папаң білмесін, өзім айтаман дейді да. Сөйтіп өзі әстен көлін тауып айтады. Кенен кішкентай уақытымызда болған шығар, мысалы, мамаңнан таяқ жесең, сөйтіп жылап басқа комнатаға кетіп қаласаң, сөйтіп мамаң бір уақытта ауқатқа шақырады, өзіңше бармайман, анау деп айтасаң да, сөйтіп барасаң, барғанада деп отырасаң, ауқат жеп жатқанда мамаң бар бет қолыңды жуып қайт деп әйтеуір көліңнен алып жібереді. Кенен үйіңе қонақ келеді. Мысалы, үйіңізге қонақ келген кезде, сол қонақтармен отырып шай ішейінші деп жатқан уақытта мамаң эмоциясы бар ғой, білесіздер ме? Қасын бүйт, шық деген дейді. Ана түрі басқа зат, аузы басқа зат айтады да. Білесіздер ме? Аузы кел дейді, бірақ қасы кет аняқа деген да, о мәнісі. Кейін үйде білесіздер ма, мына бір қате істеп қойсаң, я мектепте оқымай қалсаң, мамаң бір гәпі бар ғой. Жұрттың балалары дей береді ғой, білесіздер ма? Бір зат айтсаң, сол жұрттың балаларын пихать ете береді. Жаңа сен оқымайсаң, жұрттың балалары андай, жұрттың балалары андай дейді. Оны папама да айтады. Жұрттың байлары деп айтады ғой папама. Ол мама қоя қойса, біздер айтып жатқан жоқпыз ғой, жұрттың мамалары деп деймін да оған. Кенен балаларға айтайын да, неге туысқанымыздың үйіне қонуға барған кезде неге шалбарымызды шешпей ұйықтаймыз? Үйдің иесі айтпағанша шешпейміз, соққан жата береміз. Соң айтқаннан кейін барып шешесең ебіліп. Сөйтіп сол қомып қаласаң, азанда тұрасаң ғой, азанда тұрғанда да загрузкамен тұрасаң, люстраға қарап жата бересең де қақта жатқан деп не? Кенен сол туысқаныңда ең бірінші болып сен тұрасаң ғой, қап-қараңғы бөлмеде отырасаң, қашан аналар тұрады екен деп. Кенен сілерге сұрау, үйде бірінші келген уақытта кімді іздейсіздер? Әлбетте мамамызды іздейміз. Мама қаяқта деп іздейміз. Себебі сенің бақты, сол уақытқа дейін жетті. Не болса да аналарымыздың қадіріне жетейік. Рахмет, сіздермен бірге болған. Ержеп Азамат. Ендігі стендапқа жақсылап тайырланып келемен. Мектептің оқушылары жақсы күлдіріп жатыр. Маған қарағанда дейді ғой. Бір кездері өтіп кеткен уақиғалар, баяғы жеңістерің бар ғой, баяғы Юморбек шыққан уақытта мен зор едім, әзілдерін көріп отырсаң да деймін, күшті болған екен мен ғой уақытында деп. Азыр неге Юморбектің әзілдерін жастар тыңламайды? Себебі азыр 40-тан өтті, 4 баласы бар, еще оның үстіне бір келіншегі бар болған сәт емес. Сондай бір өмірдің нелерін көріп, бір ақыл айтқысы келіп кете ма? Біздің жоралар айтады да, критик жоралар. Юморбек, сен күлдірсең, сен адамдарға ақыл айта бересің дейді да, күлдір дейді да енді. Растанам кейінгі уақытлары біздің әзілдер действительно деген әзілдер да, жаңа тыңлап отырып күлмейсің да, действительно рас қой, сондай деген. Тек болған уақиғаларды айтып қоятын ұқсаймын да. Енді бір ізге қайтамыз. Қосқышыларға зорда баяғы хит қосқын айтады, біздің бір хит әзіл бар да. Ат қою туралы, адамға ат қою. Үйде еркек ұл бала туылса бар ғой, проблемасы жоқ. Зоология кітапта кел, ат қоятын болса, хайуанлардың аттары да. Арсланбай, Қошқарбай, Қойлыбай, Қозбай, падасымен қара, Қойлыбай, Қошқарбай.
Қозыбай, Қойлыбай, Қошқарбай падасымен қояды да атын. Арсланбай, Киікбай, Бүркітбай, Бөрібай деген атлар бар ғой. Не деген зоопарк, короче, бар ғой. А қыз бала туса не? Ботаника кітапта кел. Не деген гүллердің атлары ғой? Алма гүл, мейва гүл, роза, жүзім гүл, анар гүл. Вообще-то бір гүллер да бір ажайып та, бір еркекке жаңа зоология да, хайуанларда. Мына ботаника мен зоологияны бөлісіп ақ қойыпты да, екеуі бар ғой. Тым болмаса бар ғой, мына ер бала туса ат та алмай қалса, бүгін нешінші күн, екінші күн Сеченбай деп қоятындар, не? Төртінші күн болса Пешенбай деп, не? Дүйшенбай, Сеченбай, Сәрсенбай, Пешенбай, Жұмабай деген атлар бар да, бірақ білесіз бе, Шембібай, Екшембібай деген ат жоқ. Себебі 6-шы қала күн демалыс. Кена қыз балаларға не бір ішің жанады да, бір нечесі да, бір қымбат металлардың атлары қойылады да, мысалы алтынай, күмісай, қымбат меруерт, маржан деген қымбат атлар қойылады да. Еркекке не? Полат Темірбай, металлом, короче, бар ғой. Ең арзан. Нечестно ғой, неме? Кеннандай атлар болады, білесіз бе? Нөкербай, Әскербай деген атлар болады ғой. Военчастас деген шығар аташы деме. Мылтықбай, Калашников деген жоқ, құдайға шүкір бізде бар ғой. Кен логин бар, бірақ Калашников деген бізде. Кен мынандай атлар болады. Қалқанбай, Қылышбай, кен Найзабай, глен оружейный склад, короче, бар ғой. Кен инструменттердің атларын қоя береді ғой. Балғабай, Балтабай, білмеймін, көзіне көрінсе болды қоя беремеді ме еркекке? Қыздарға бәрі басқа да, бағана айтқандай жаңа Эленора, Жасмина дегендей да, енді. Қаллыгүл, Гүлайым деген атлар қалды біздердің уақытымызда қойылатын еді. Ең кейіні бар ғой. Атына қарап қазір мен шамалаймын да, қазір бар ғой. Қазір қызлардың атларын сұрамай ақ қойын. Сіздің атыңыз кім? Қарындас? Фируза. Фируза деген атларым нормально. Сіздің атыңыз кім? Нағима деген атлар. Уже ең кейінгі Нағималар сіздер бар ғой. Раст қой. Раст қой енді. Красный, қызыл кітапқа кіргізілген Нағима ғой. Аз қойылмайды. Эленора, Жасмина деген атлар қойылады. Кен біздерам бір кездері мен келіншегім аты Айгүл ғой, енді әзіргі Айгүллер, мен ойлаймын, Айгүл емес, Айгүлия да әзір ғой. Ладан кейін мәккізінак кейін ясы бар да. Айгүл деп айтуға болады, деп айтуға болады, Айгүл деп. Құласа, қандай ат болса да сау болсын, ендігі шығайын деп атқан резидентіміз, жаңа военчастан келген Қылышбай. Шапалақ, қошаметтер. Ассалаумағалейкум меңізге, және бір мәрте стендапта көрісіп тұрғанымыздан қуаныштымын. Енді бүгін мен сілерге кішкентай уақытларымыз туралы айтып бере жақпан. Бәршіміз бала болдық кішкентай. Мысалы, кішкентай кезімізде біздер ауыш болғанбыз ба, сада болғанбыз ба, сондайда біздер көп алдағанда кішкентай кезімізде білесіз ба? Сене беретін болғанбыз, қазіргі балалар сенбейді енді, кішкентай балалар. Мысалы үшін, біздерді түнде бабай келатыр деп қорқытатын еді. Кімде болды, бәріңізде болды ғой. Сонда хайран қаламын да, біз бабай келатыр десе ұйқылап қаламыз да, как будто жаңа бабай келатты деп сен жеугені деп ұйқылап атқан түш қойды, ұйқылады деп кетіп қалама деймен де жаңа бабайны. Біз сосын қазіргі кішкентай балалар сенбейді, кішкентай балалар аз мамасының етегіне асылып жылап жүрген бала да жоқ. Себеп мамасының етегі жоқ та шалбар киеді да мамасы азы. Я бірде қол жетпейді да, юбка келтеді дымне. Біздердің уақытымызда кіттай бала жылап жүретін еді, мұрны ағып, не қылды. Кеше мысалы үшін мен ажағам үйіне бардым. Ажағам үйіне барып 4 жасар баласы бар, кішкентай шақырып алдым. Сөйтіп жаңа братчикіме ақша беремен ажаға де ақша беремен деп айтсам, жаңа братчик қарап тұрды да, PUBG-да уровенің неше деді да маған, не? Пап деп қалдым, не деп атсаң десем, PUBG-да уровенің неше деді да, сонда ана бала айтты да, шигол көріп тұрсаң ба, я сақау көріп тұрсаң ба, мен дегендей қылды да. Кейінен кішкентай кезімізде ойнаймыз ғой балалармен. Бір бала келеді, сырттан қосылады ғой енді. Футбол ойнап жатсаң айтады да, жаңағы айтасаң сыймайсың сен деп, біз толықпыз деп.
сол кезде ол ең қорқыншылы гәпті айтады ғой саған. Сен мамаң іздеп жүр дейді, азалы бер дейді ғой. Болды ана жерде сен бар ғой. Как будто сен ана афишаларда тұрғандай да базарда қыдырудасың сен, не? Сонымен үйіңе жүгірасың. Сосын үйіңе түнде 11-12-де барып қалсаң, кішкентай кезіңде, папаң ұрады я, өлтіріп ұрады. Сөйт ұрып болып айтады да, көшеде жүрмесе түнде біреу ұрса не қыласың дейді да. Ну, бірақ анаң таяғынан жақсы, көшеден таяқ жеген бар ғой. И кішкентай кезімізде көп қызықтар болатын еді. Кейін мектепке барып басладық. Мысалы, мектептің уақытында біздерде хит телефондар бар еді, 2700, 6300 деген. И X2 деген телефондар бар еді. Қазіргі iPhone 14 Pro Max еді да ол, не? Сонда ішінде бір қосық бар. Я Умманның қосығы бар, я Қайрат Нұртастың қосығы бар да. Соны тыңлап мектепке барып қайтасаң, сол авторитет саған. Енді оны мектепке барғаны оны тығу бар ғой енді о телефон. Бірінші безбукқа қойып аласың оны. Кейін полетке қоясың да. Кейін өшіресің о телефон. Сөйтіп батареясына тастайсың. Батареясын басқа жаққа тығасың, телефон басқа жаққа тығасың. Как будто екеуін бір жерге қойсаң, реакция беріп, анау қосылып кететін дейді. И сосын кішкентай кезімде мен кино жазуға қызықтым, кино жазсам екен деп. Кино, мысалы, не үшін рауажланбаған Қарақалпақстанда, білесіз ба? Себебі режиссерлар өзінің қалтасына қарап кино жазады да. Мен кино жазып басладым, и бір уақытта ішіне лимузин кіріп келетін жері болып кетті. Уже лимузин, ол қымбат лимузин. Ну, вариант алмастыру керек. Лимузин шығарып жібердім, қайтты ізіне. Бір жентырама бір зат қойдым орнына. Нормально ақша жетіп келе жатыр, сөйтіп жазып жатыр едім. Уже 2 мәрте Қазақстанға барып қайтатын жерге келіп қалды ана жерде. Болды, уже дәптерді жина, тақтыр. Оң орнына вайн түсірген жақсы екен деп вайн түсіріп кеттік қой сөйтіп. Рахмет, сіздермен болған Қылышбек Қожанайымыз. Оп, десем деп қайтып қалса деп, бәрі. Рахмет, зор. Кейін мындай бола ма сіздерде? Ұйқыға жататын уақытта ойланып жатсаңыз, жасым 40-қа келді. Криштиану Роналду 32 жаста, қазір мен не бітірдім, ол не деп жатыр. Кейін Марк Грегордың жасымен өзіңді салыстырып бастайсың, жаһан чемпионы, UFC-дің чемпионы, мен қазір бір үйге бір случайно ұры келіп қалса, қазір екеуі болса мен Айгүлді оятып бастайтын шығар. Айгүл ана білмеймін, біреулер жүртті ана территорияда деп не? Бір табысқа жетіп, Марк Цукерберг менен жас кішкентай деген да. Цукерберг деп қоясың да, ішіңнен да. Бір кездер ойлаймыз ғой, бір ең тупикте жайласқанбыз, рауажлануға шанс жоқ, Қарақалпақтың кішкентай 1,5 миллион халқы бар, бір экологиялық зона, шаң, бір рауажлану мүмкін емес деп көрінеді да. Негізі бар ғой, сондай қиын жағдайларда туылады негізі. Маған соған ұлы адамдар деп қояды, әзіл ойнап айтамын. Негізі ең жақсы заманда жасап жатырмыз. Ең зор заманда Құдай сақлағай. Мысалы 1200 жылдар толғанда не қылатын ең? Шыңғысхан армиясы бастырып жатыр. Құрметті Шыңғысхан, мен Өмірбек, мен Адамгүл, ешкімге зияным жоқ. Міне Ақкөкірек өзіме өзім тойымды сауып дегенмен тыңламайтын шығар олар бар ғой. Келіп, хайт, шойып кетеді ғой. Яқшы, бер жақ 19 ғасырда мен инсан құқылары талап, инсан құқылары деген жоқ қой ол кезде бар ғой. Бұған сол ханның пәрманымен кете берсең ғой. Құдайға шүкір деймін да, осы дәуірде жасап жатқанымыз. Мысалы, тас дәуірінде туылғанда не қылатын ең? Былай бір тамадылық қылбам, бала шаға бағалмайтын жарсам, қолыңа мәжбүри найза алып шығуың керек, ана мамонтларды аулап қайтуың керек та енді. Құдай сақлағай деймін да. Құдайға шүкір әзір. Ну, тамадылық қылып пұл табуға болады, стендапқа шығып әйтеуір күн көруге болады. Соның үшін стендапқа келіп тұрмын. Давам етеміз. Ендігі қатынасушымыз Нүкіс қаласынан Иемберген деген жігітіміз бар. Шапалақ қошеметлер болса шықпайды. Иемберген. Сенің миыңда үйдің іші деген зат бар ма өзі? Үйдің іші? Ол не дегені? Мына үйге адам шақыруға ұяласаң, мебелердің сықылымын ал. Мебелді айтып жатыр екен ғой. Қазір 21 ғасыр. Мен бейшара
кірді легинге жуаман. Люстраны айтпай-ақ қояйын. Пилісі сақында аузымды да ашпайман. Ана телевизор деген тойымыздың уақытындағы телевизор. миым айланып кетті ғой. Телевизор көреді. Телефон деген батареясы ісіп, Ай, басым. Тоқта. Оның бәрін бір жерден алуға болады ғой. Таптым. Мебель орайы. Ұрыспай тұр, еш сат жоқ деп кеуіңе, ерінбесен мебель орайына келуге. Нақпыл жоқ деп хасла қиналып жүрме, вариант көп, хәтте бөліп беруге. Хай, рахмет айсаған. Неге рахмет? Мен тыңлағаным үшін ішімдегілерді айтып жарылып, әз еттім ғой. Не ғой? Шешпесең бе? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, денсаулығыңыз жақсы ма? Мен бүгін жігітлерге қатты ұнайтын тема қызлар туралы айтамын. Мен көзіме бір жақын қыз көрінді, бір қолап қуатлап тұрсаңыз. Сөзімді айтсам. Жақсы, сіздің атыңыз кім? Айтайын қақайын, беймәді. Ол болсын, қазір қолыңыз бос па? Ауа демей, ауа деу, қазір. Сценарий бұзылып кетеді да? Егер бос болса, білмейді. Мені видео түсіп тұрсыз ба? Жасын, серьезно? Қызаның жасын, отыр, арқайын. Қызаның жасын сұрағатқаныңызда қызы оқиға болып тұра ма? Кешесі, ашпа, жасыңыз нешеде? Нешінші жылсыз? 73. Бірақ мен сізде 93 деп көрдім, бір көрістен. 93 айтып тұр. Көрдіңіздер жігітлер, қызың жасын қанша пас етіп айтсаң, сонша жағатта қызаға. Сол қапты жігітлерге айтып көрің, айтқаныңызға пішаймай жейсіз ғой. Бір қызлар бар, айрым қызлар бар. Қызларының жасын сұрауға болмай дейді. Сондай мен зор бір ұсынымны ойлап таптым, қызының жасын бірден анықлаудың. Бар жоғы 2 сұрау жеткілікті екен. Бірінші сұрау, неше жастан һәм нешінші жыл мектепке бардың деген сұрау, бір. Екінші сұрау, оқуға нешінші мәрте тапсырып кірдің һәм нешінші жыл біткенің десеңіз болды. Ал жағы математикалық есеп санақтар бойынша тауып алсаңыз болады. Статистикаға көре бір жігітке 7 қыздан туры келетұғын екен. Мен бұл көпке сенбеймін. Кімді көрсең жігітім ба дей береді. Ол жетпегендей Телеграм, Инстаграмға жүрек бенен күліштің суретін қояды. Менен солаға қарсап жүрекпен кірттің суретін қойдым. Қазір сол күтке түсетін құлт тауып алмай жүрппен. Мен қыздарының жүріслерін үйреніп алдым да. Жігіті бар болып жоқтай болып жүреді, жігіті жоқ болып бардай болып жүреді. Өткен жыл жаңа жылда магазинде бір таныс қызды көріп қалдым. Қарауға сорасынан қызықсынып жігітің бар ма деді. Жоқ деді. Таза жыл өтті, таза жылдан кейін жаңа жылда бір қызбен жиынды ұятты деді. Sen canım, ana magazince kız geldi koyayım ben çok. Şimdi çok da var. Sen bağırdım, sen uşaq soğuğa şağırdım. Jürükten soğukta mаған жігітім бар, маған сыға салып қойыпты дейді. Маған өткенде айтып едім ғой жігітім жоқ десем, саған өткен жылы айтып едім ғой деп.
мен ойланамын да сол жаңа жылдың уақытында аяз ата саға салып кетпеді ме екен деп. көрдіңіз ме адамдар бұл тезлік әсерді адамдар тез әрекеттеніп жатыр да қазір. менің ойымша бір айдан кейін балалы болады жаңағы. мен қыздардың психологиясын үйреніп алдым. мен қыздардың психологиясын үйреніп алдым. бірден жігітіме қойып кеткен бірден сеземін ғой. себебі қыздардың историясын көп бассаңыз папасымен сөйтіп кетсе астына жазылып шығады. өмірде миллион еркек болса да тек бір еркек келсең ол да болса папам дейді. папасы инстаграмға кіре тұғын дейді. инстаграмға кірген жағдайда түнгі 12-де рахмет қазымды коммент жазып лайк басып кетеді. қыздар ілтимас жігіттеріңізбен қойысып кетіп отырғанда жігіттердің әмесі бір көр деп айтпақшы. сол маған да тиіп кетіп жатыр ғой бұл. сіздерге не жаман көрінеді? дұрыс түсінемін. мен де қыздар көп алдайды, бірақ мен қыздардың әмесі бір көрді отырған жоқ. сезесің ба, қыздар қатты қызғаншақ болады. жаңа өткен жылы Жорамда жолға шығып барады ма? сол кісі айтты Жорамға. барғаннан кейін қыздарға қарап жүрме, сөйлеспе дейді, көзін қысып жүрді. өзі Жорам армияға кетіп барады да. тап ояқта қыздар күтіп алады ғой дейді. барғаннан кейін. мен қызыма 5 минут жазбасам, дәрі басайды, не қыласыз, кіммен сөйлесе аласыз деп. ал мен 5 минут анаққа барып келейін деп айту құлайсыз ба? не қылып 5 минут демалғайтынын, сонда демалыңызды мен үстін қойдыңыз ба? менде бір сұрау туылады да сол кезде. неге сұлу қыздардың жігіті онша емес, қыздар сұлу болады? сонда мен айнаға қараймын да, күнде айнаға ойланамын да, демек мен қызым сұлу емес екен ау. мамам бір қызбен ұшасуға шықтып көндірді, бір ай алдым. бірінші ұшасуға қолым бос болмасын деп бір букет гүл алдым. жаңа қызға бердім. қызым, вау, гүлдер ма дейді. көп тұтты ғой гүлді екен деймін да. капуста деді. меніңше ол қыз өмір дауында гүл алып көрмеген, ямаса мектепте ботаника сабағына кірмеген да ол қыз. мен класстың қыздарымен көп әзілдесемін да. өткен жыл класстың қызымен әзілдесіп мен де жалғыз, сен де жалғыз. білесің ба, бұл нені аңғартады? жаңа гәп класстың қызын жап барады да, андай самолетте көйіп барады да. не зат десе, демек бұл өмірде екеуміздің сұлу емес екенбіз дейді. құттықтасаңыз болады, кеше өткен апта Чониде шықтым.
екі класстың мектепте екі класстың қызы бір баланы жақсы көреді еді, постоянно төбелесіп етіп айтысып бақысып жүреді. Hazam сондай, Hazam Telegram группада ұрысып жүреді. Ұрысып жүргеннен кейін Hazam ұрысып жүрді, бірақ класстың баласы басқасына үйленіп кетті. Демек, кәп жігіт емес екен да, өзі енді. Ана мектепте класстың қыздар баша амексте, өзінше менсе би, қасына отырғызбайды. Болды, я? Қазір сол қыздар маған қабат отыр. Үш кәпінде жаным деп қоядым. Әтіміңіз үшін рахмет, қыздар да жақсы көріп қалушы, ең бірге 98 болды. Рахмет, Емберген 98. Негізі Емберген 98 деген нормально, Емберген 99 болды. Оған жоқ, өзің қойғансың, өзі сөйтіп аккаунт таратын деді ғой. Қандай бір жағдай болады, бір кездері біреуге беретін қарызың болса, звонок етсе деп безбукқа қойып қарап отырсаң. Ұят болды беру керек еді. Екі рет қатар шығады. Кейін звонок етпей қалады. Кейін 5 минуттан кейін басқа таныс емес номер шығады. Алайда сен сол болуы мүмкін. Сөйтіп, ол бір рет звонок етеді. Кейін сол номерді сохранить етсең, кім екен деп сохранить етсең да, сөйтіп телеграмға кіріп көрсең, қызығына фотосы жоқ. Сөйтіп, аккаунт удалить етіп жіберсең, өзінің несі шығады. Ат фамилиясы шығады, содан танып аласың, құласы сондай да. Менде сондай бір-екі рет болады, бір-екі емес, 5-6 мәрте болады да. Құласы телефон дегеннен расынан телефонмен оянамыз, телефонмен ұйқылаймыз, күн-түн телефон, анаққа барса телефонды алып барамыз, сөйтіп алып түсіп кетті деп кейін өкілеп жүрді ғой. Бірақ неге звонок еткен уақытта естпей қалдым деп айтады. Күпсіп қаласың, біреулерге звонок етсең. Одан кейін бір кереклі біреу звонок ету керек болса, соның звоногын күткен сайын етпейді ғой, жаңа звонок бар ғой. Сонымен және бір мәслихат, егер оның тезірек звонок етуін қалесеңіз, оны бір қалтаңызға салып, қолыңыз сабылап, жуын бір майлап па, бір зат қылып, сол кезде звонок етеді жаңа бар ғой. Қолың су кезде ма, бір телефон алаяқта кезде звонок ете ма өзі. Сондай бір қырсықта телефонда, неге уақытымыздың бәрі телефонға кетіп жатыр, себебі бір сөзді 2 рет айтамыз та. Да. Аман-аман. Айтып айтып Яқ, баса-баса. Яқшы, пока-пока. Давай. Не деймін да, мен бір сөзді 2 рет қайталамыз. Ауа, яқ, окей деп айтуға болады ғой, яқ, ондай жоқ, бір сөзді қайталай береміз да. Құласы, бізден ұзақласпаң, бірақ жүре жақыласа бермең. Зрениеңізге зиян болады. АТV телеканалы, Қарақалпақша стендап. Көрсенше, қош, салам.